Кейде бизнесте ақша тоқтап қалады, иә. Ақша келмей бастайды, клиенттер келмейді. Өзің байқайсың ақша келмей жатқанын. Сол кезде біз ойлаймыз, бұл бизнесте системадағы проблема деп, иә. Маркетингтегі воронка дұрыс емес, немесе продажада бір проблема болып жатыр. Тағы сол сияқты, немесе нарықта конкурент пайда болды, халықта ақша жоқ деген сияқты небір ойлар келеді. Бірақ білесің ба, ең басты мәселе ол ішкі энергияның тоқтағандығы. Егер ішкі энергия тоқтаса, ақша да тоқтайды. Өйткені біздің тауып жатқан ақшаларымыз біздің ішкі энергиямызбен тікелей байланысты. Энергиямыз көп болса, ақша да келеді, энергия тоқтаса, ақша да тоқтайды. Бұл енді энергия, біз айтып жатқан энергия, бұл біздің физикалық күш емес. Бұл біздің ішкі жүйеміз. Вот енді ішкі жүйе деген не? Мен осыны авторлық методика ретінде қалыптастырдым. Ол біздің ең бірінші энергетикалық деңгейіміз. Энергетика деген ол біздің ішкі рухымыз, рухани жағдайымыз. Егер адамның рухани жағдайы бұзылған болса, ол ақшаға байланысты, қарыз да сонымен байланысты. Вот энергетикалық деңгей біріншісі. Содан кейін келесі эмоциялық деңгей, ол біздің сезімдеріміз, эмоцияларымыз. Вот осы жерде де тоқырау болады. Ренжисің, өкінесің, кінәлайсың деген сияқты. Содан кейін келесі деңгей ол интеллект, ақыл деңгейі. Ол менің миымдағы болып жатқан хаостар. Менің нақты бір фокустарымды жоғалтуым деген сияқты. Содан кейін дене, ол біздің физикалық денеміз, қозғалысқа жауап беретін. Осы 4 деңгей біздің ішкі жүйеміз. Вот мен осы 10 жыл бойы осы саланы зерттеп, осы методиканы қалыптастырдық. Осы 4 параметр біздің ішкі жүйеміз. Егер осы ішкі жүйенің қайсысы да біреуінде егер бір тоқтау болса, онда біздің энергиямыз ішкі тоқтап қалады. Бұл сенің табысыңа тікелей әсер етеді. Енді оны қалай білесің? Таңертең тұрғың келмейді, әрең тұрасың. Немесе күндіз ұйқың келе береді, шаршап тұрасың. Бір істі бастай алмайсың, бір істі кейінге қалдыра бересің, сын көтере алмайсың, состоянияң түсіп кетеді. Бұның бәрі ішкі жүйенің тоқтағандығы. Сол үшін мен өзімнің энергиямды, ішкі энергиямды басқара алатын болсам, мен ішкі энергиямды дұрыс басқарсам, онда менің табысым да соған байланысты болады. Өйткені ақша каналының тоқтап қалуы, иә, денежный поток дейді ғой, бұл сенің ішкі энергияңмен тікелей байланысты. Сен жүріп келе жаттың, иә, кәсібің жүргізіп келе жаттың да, бір кезде ақша каналы мүлде тоқтап қалды. Неше түрлі ойлар келеді. Жолым жабылды, мені Алла сынап жатыр, немесе нарықта бірдеңке болды деген сияқты. Бірақ денең сенің білдіреді оның бәрін. Денеңде бір ауырлық болуы мүмкін, денең бір ұстап тұруы мүмкін. Бұл сигнал. Бұл жерде бәрі тоқтады деген сөз емес. Келесі деңгейге өту деген сигнал. Сол үшін денеңді тоқтап бір сәтке сезін. Денең өзі айтады саған. Егер аяқтарың ауырып тұрса, мысалға, буындарың қақсап деген сияқты, онда сен өзіңнің бағытыңды жоғалттың. Нақты фокус жоқ, қай жаққа барам, қай направлениемен дамимын деген. Сол сияқты дененің кез келген жеріндегі сигнал ол саған өзінің белгісін береді. Егер сенде дәл осындай тоқтау болып жатса, тоқырау болып жатса, онда комментарийға жаз, бөліс. Немесе описаниядағы сілтеме арқылы жеке разборға жазылсаң болады. Сені ұстап тұрған түйінді табатын боламыз.